Әбілқайыр, бүгін қандай күн еді? Ой, бүгін аналар мерекесі еді ғой. Не сыйлаймыз? Аналарымызға әдемі ойын арнайық. Бүгін Наурыздың 8-і, сұлулықтың 8-і. Әдемі сөз анамның анаға айтар лебізі. Жарқын жүзді жанының сендей болсын бар адам, сендей болса бар адам, шаттық кетпес баладан. Аналарды сүйеміз, сөзін ойға түйеміз, әжені де ардақтап, әдеппен бас иеміз. Әр сөзімді жаттаған, жүремде сақтаған, анашым деп мақтанам, аялайын ақмамам. Анаң болса қасында, басқа бақыт не керек, аналардың жүрегі мейірімді ғой керемет. Сегізінші Наурыз мерекесі күні ең алдымен кімді құттықтайсың? Анамды, әкемді, әжемді. Себебі? Ескенде ата-анаңа не сыйлағың келеді? Қатты қуанғандағы әсерің? Мен алақай қуанамын. Сиқырлы таяқшаң болса не істер едің? Анаға үлкен Сегізінші Наурыз мерекесі күні анаңды, әжеңді, әпкелеріңді қалай қуантасың? Ән айтып беремді, тағы айтып берем. Сен ойлап жүргенде ұйқы қайда кетеді? Ұйқы миға кетеді. Өскенде ата-анаңа не сыйлағың келеді? Гүл. Гүл сыйлайым. 8-ші Наурыз мерекесі күні ең алдымен кімді құттықтайсың? Себебі? Олар үлкен адамдар. Анаң сені қалай еркелетеді? Сен бұзықтық жасағанда анаңның көп айтатын сөзі? Ұрсады. 8-ші Наурыз мерекесі несімен ерекше? Аналарды құттықтаймын. Көргенше